Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 4-ші сынып 59-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы үш таңбалы санға көбейту және бөлу. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік музейі орталық Азиядағы ірі музейлердің бірі. Оның жәдігерлері 19 ғасырдың 1030 жылдары Орынбор қаласында Орынбор өлкесінің музейі болып құрылған болатын. 1931 жылы музей Алматы қаласындағы бұрынғы кафедральды собор аймағында өз есігін ашты. Ал қазіргі ғимараты тек 1985 жылы салынды. Музей қанша жыл кафедральды собор ғимаратында болды, қазіргі ғимаратына көшкенде қанша жыл болды? Яғни кафедральды собор ғимаратында 54 жыл болды. Ол үшін 1985 жылдан 1931 жылды алып тастаймыз. Және қазіргі ғимаратқа көшкеніне 34 жыл өтті. Келесі тапсырма есепте. Дәптерге мұқият жазамыз. 4 тапсырманы. Кейінгі 4 тапсырманың тек мәнін айтам. Осы тапсырмаларға қарап орындаймыз. 5-ші есептің мәні 209. 6-ші есептің мәні 6001 шықты. 7-ші есептің мәні 901. Келесі 8-ші есептің мәні 2152 шықты. Дәптерге мұқият жазамыз. Келесі тиімді тәсілмен есепте. Бірінші жақшаның үшін орындаймыз. Бұл жерде қосу амалдары және көбейту амалдары берілген өте оңай. Мен тек мәнін айтып кетем. Соны дәптерге жазамыз. Бірінші есептің мәні 47298. 47298. Екінші есептің мәні 404524. Үшінші есептің мәні 10000. Төртінші есептің мәні 2800. Бұл жерде бірінші 8-ді 25-ге көбейтеміз, одан шыққан 14-ге көбейтеміз. Сол кезде оңай шығады. Бесінші есептің мәні 400.000. Алтыншы есептің мәні 16000. Дәптерге мұқият жазамыз. Келесі автобус Астана қаласынан 10 сағат 40 минутта шығып, Көкшетауға 12 сағат 10 минутта келді. Ол осы екі жолды қанша уақытта жүріп өтеді? Егер автобус Көкшетауда 2 сағат 15 минут кідіретін болса, онда Астанаға сағат нешеде қайтып келеді? Шешуі. Жауап: 1 сағат 30 минутта Нұр-Сұлтаннан Көкшетауға барады, Астанадан. Яғни Нұр-Сұлтанға келеді 15 сағат 55 минутта. Қайтып келген уақыты. 5-ші көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. Яғни тоннаны центнерге айналдыратын болсақ, 82 центнер және 8200 килограмм шығады. 8200 килограмм. Келесі 6090. 6090. Келесі 308 минут. 300 емес, кешірістер, 508 минут. 508. Келесі 486 минут. 4 сағат 4 минут 86 секунд. 86 секунд. Келесі 72 сағатта 3 тәулік бар. 2 килограмм 600 грамм. 2 килограмм 600 грамм. Келесі 854 сантиметр квадрат. 854 сантиметр квадрат. 3200 сантиметр. Келесі өрнектердің мәнін тап. Бірінші есептің мәні 88112. 88112. Екінші есептің мәні 2243. 2243. 2243. Үшінші есептің мәні 813. 813.
Төртінші есептің мәні 3650. Төртінші есептің мәні 902.801. Келесі есептің мәні 87.000. Алтыншы есептің мәні 871.707. Дәптерге о есептің мәндерін мұқият жазып аламыз. Келесі музей ғимараттарының жалпы ауданы 25.960 метр квадрат. Оның 14.000 метр квадрат ауданы экспозиция, ал қалған әрқайсысының ауданы 920 метр квадрат болатын бірнеше зал алып жатыр. Музейде неше зал бар? Яғни қалғаны 11.960 метр квадрат болады. Сол кезде 11.960-ты залдың квадрат метріне бөлеміз. Бізде сол кезде 13. Яғни тағы да 13 көрме зал шығатын квадрат метріміз қалып тұр екен. Арма музейге бара жатыр. Көшенің ені 15 метр. Егер оның жылдамдығы 1 метр секундына болатын болса, бағдаршам 25 секунд жанып тұратын болса, ол жолдан өтіп үлгереме? Иә, үлгереді. Бізде 15 секундта өтеді арман. Егер Әлияның жылдамдығы арманның жылдамдығынан 2 есе кем болса, ол жолдан өтіп үлгереме? Жолды қауіпсіз өту үшін Әлия не істеу керек? Әлия 30 секундта өтеді, яғни үлгере алмайды екен Әлия. Ол үшін оған жылдамдықты көбейту керек. Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте. Бұл жерде 9-шы есептің мәнін айта кетейін. Бірінші мәні 5000 шығады. Өте оңай тапсырма берілген: қосу, азайту, көбейту және бөлу. Екінші есептің мәні 26519 шығады. Келесі 10-шы есептің мәнін айта кетейін. Бірінші есептің мәні 36. Екінші есептің мәні 402. Үшінші есептің мәні 1003. Төртінші есептің мәні 35. Келесі 5-ші есептің мәні 476517. Алтыншы есептің мәні 459448. Алтыншы есептің мәні 57000. Сегізінші есептің мәні 146287. Дәптерге мұқият жазамыз. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.